маған жеке меншік бай керек екен, жеке меншік бала керек екен деп қу тізесін құшақтап отырған, Еуропаның ажары қайта бастаған, базары тарқай бастаған, көзі көкшірейген, мұрны қоқшырайған сылқымдарына біздің жағал жүнтөс қардаштарымыз барады да, бас салады да романтиканың жетекесін көрсетеді. Бас салады да махаббаттың қандай екендігін танытып жібереді. Одан кейін олар айтады, сен маған қатын бол, мен дөнер пішіріп, шаурма пішіріп сені берейін дейді. Өмірінде еркектен ол көрмеген, виносын да ішсе ішіп қояды, намазын да оқып қояды, 100 грамм да ішіп қояды. Содан әлгі айтады, бол, сен шаршама, бол, үйде отыр, болды да қояды. Өзі маркетке де өзі барады, ақшаға да өзі барады, үйіне келіп дөнерінде өзі пішіреді, шаурмасында береді. Ана еуропалық қатынның күткені сол. Ту дейді, ойбай дейді, үйленесің бе дейді. Қолына жүзікті де салып жібереді, некесінде қиғыстады. Содан қижабында арап тастайды ғой, бізде сен шашыңды жап дейді. Ана қатын енді шашыңды жап демек түгіл, неңді жап десе жабайын деп тұрған қатын ғой, ол еркектен тойып түңіліп. Енді оған бір тыныштық керек, ол анау желкенсіз желді күні қаңғып жүрген кеме сияқты ғой, ол бәрі ана жартасқа да бар бұрылды, мына жартасқа да бар бұрылды. Ана бардан да көрді, мына бардан да көрді, ана шарапханадан да көрді. Араққа шылқиып тойып алып, ертесі есін жиған кезінде төсекте құшақтасып жатқан еркекпен аты жөніңіз кім, танысайық деп жатты. Оның бәрінен өтіп қойды ғой, ол көріп қойды ғой оның бәрін. Енді ол шаршайды, ол әйелдің табиғи. Әйелге тұрақтылық керек, әйелге еркектің жылуы, махаббаты, бала керек. Енді соны жаңағы біздің қардаштар берді ғой. Енді сол қардаштар берді оған, отбасылық құндылықты берді. Сон басынан сақ еткізді, жаңа орап тастады. Бізде жаңа кәмпиттерді орайды жаңағы. Ашық тұрған кәмпитке шыбын қонады деген сияқты. Орайық сізді деді. Болды, орасаң орашы деді. Түнде жеке меншік байым болсаң болды деді. Туғызасың ба деді. Туғызды. Не дәстүрі бар, анадан да мынадан да үйленіп үйренген халық жаңағы. Гректің де қатынын алған ата бабасы, армянды да алған, грузинді да алған, албанды да алған, сербті де алған, орысты да алған, арапты да алған, күртті де алған, иранды да алған, бәрін алып қойған, оларды бәрібір алды да, французыңды да алды, немісіңді де алды, ағылшыныңды да алды. Болды. Бұл енді Еуропадағы ақ нәсілшілдерге ұнамайды бұл. Неге? Жаңағы өздері қатындыққа алмаған, өздері еркектік борышын өтеп, отбасылық құндылықты бере алмаған әйелді енді біздің қардаштардан қызғана бастады. Неге? Жаңағы әйелдер орана қалды. Алқам, салқам жүрген қызың 1 жылға жетер жетпей, 2 жылға жетер жетпей оранып шыға келді. Еуропадағы ана жылуын төлей алмай, газын төлей алмай, электрін төлей алмай тұрған шіркеулерді түріктер барды да сатып алды да, төбесінде кресті жұлып алды да, айды қоя салды да, мешіт қып жіберді. Бұның барлығы Еуропаға ұнамайды. Ұнамайды. Жасырары жоқ, ұнамайды. Міне адам баласының нәсілшілдігі қайда жатыр? Ұнамайды. Ана шіркеуге өздері бармайды. Оның жылуын, электрін өздері төлемейді. Бейшара поптар жаңағы жылуын төлей алмай, ол $1 миллион, $1 миллион евро қарыз болып, электрге қарыз болып отыр. Міне, енді барды да Еуропада исламдасу басталды. Бұл Еуропаның нәсілшілдеріне ұнамайды. Енді қайту керек. Ол түріктер анау 70-80 жылдарда Еуропаға жұмысшы болып келген түріктер. Енді оны кәдімгі Еуроодаққа кіргізтіп, лираңды таста бәріміз еуро болайық деп. Енді Еуроодақтың шарты бойынша түріктің дәрігер Еуропаның барлық жерінде дәрігер. Түріктің қара жұмысшысы Еуропаның барлық жерінде жұмыс істеуге құқылы қылып қойса, онда бітті. Бүкіл Еуропаның бизнесін түрік алғалы тұр. Бүкіл Еуропаның кәрі қыздарына түрік бай болғалы отыр. Түрік
түріктер жүр ғой Қазақстанда да. Түркияда бір қатыны бар, баласы бар, оқып жатқан ана қатыны оқытып жатыр. Қазақстанға да келіп, бәленбай қатын алып, Шымкенттен бір қатын алып, оқытып, Алматыдан бір орыстың қызын қатын қылып алып, оны дінге кіргізтіп оқытып қойып, Шымкентке барып бір қазақтың не өзбектің қызын алып оқытып жүрген түрік жетеді ғой. Міне әңгіме қайда. Жалпы бұл Еуропаға ұнамайды. Еуропадағы нәсілшілдікке ұнамайды. Сонымен Түркияны Еуроодаққа кіргізбейді. Әңгіме осында жатыр. НАТОның құрамындағы Түркияның Еуропаға кіре алмауы НАТОның ішкі жағындағы жіктелісті тудырып отыр. Бұл Путинге көктен тілегенін жерден бергендей үлкен орай болып отыр. Путинге көктен тілегенін жерден бергендей орай болып отыр. Енді бұл Путин, ана біздегі ана зікірші Сметолла Мақсумның айтуы бойынша Путинжан Ердоғанжан бергел деп шақырып, оған біздің Тоқайыпжан бергел деп біздің Тоқайып маймаң етіп ол барып, сонымен диктаторлар бірін-бірі басынан құшақтап, ой бауырым ой деп диктаторлардың бірін-бірі құшақтап отырған отырысы содан. Міне, әңгіме қайда жатыр. Бұл жерде Еуропа өзінің қос стандарт, қос өлшемін Түркияға да қолданып, анығында Түркияның Ресейге және Қытайға жақындауына жол ашып беріп отыр. Бұл дәл қазіргі Орыс-Украин соғысында Еуропа тарапынан, яғни батыс тарапынан жасалған үлкен қателік. Дәл қазіргі бірінші кезекте Путинді жалғыз қалдыру бірінші кезекті саясат еді. Путинді ауашалау керек еді. Түріктің қандай талабы болса да көніп, Путинді ауаша қалдырып, көмексіз қалдырып, Путинді құртып, одан кейінгі ішкі қайшылықты одан кейін шешу керек еді. Бірақ Путинді ауаша қалдырмай, түрікті түртпектеудің арты түріктің диктатор шалының Путиннің құшағына кіріп кетуіне алып келді. Ол міне түріктің 13 компаниясының ақштың санкциясына ұшырауынан білінеді. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Путинге қолдау көбейіп тұр. Путин жалғыз қалып еді. Қытайдың өзі Путинді лақтырып еді. Ши Цзиньпиннің өзі шетелге тыққан ақшаларынан қорқып, бір компаниялар арқылы Ресейге жасырын керекті чиптерді жіберді. Ол чиптерден Ресей тиісті әскери техниканы жасай алады. Бірақ Қытайға бірден санкция салғанда, Қытай есін жия қойып, Американың алдында жаздым, жаңылдым, Ресейде менің қақым жоқ деп шыға келген еді. Енді түрікке тиісті, ал түрік бірден Ресейге санкцияланған заттарды жіберу арқылы, ал оған батыс санкция салу арқылы оттың үстіне май құйып жатыр. Бұл батыс дипломатиясындағы үлкен қателік. Өте үлкен қателік. Бұл Путиннің өмірін ұзарта түседі. Әңгіменің түйіні осында жатыр. Енді Түркия неге күрд мәселесінде Қытайға тізе бүкті деген тақырыпты айтайық. Күрдтерді Қытай қарумен қамдады. Сириядағы күрдтердің атқан қаруының бәрі Қытай жасаған орыстың АК-47. Қытайда өндірілген АК-47 пулеметі болды. Олардың ататын миналары, бомбаларының барлығы Made in China болды. Себебі Қытай ашық теңіз арқылы Сирияға келіп, өзінің каналы арқылы Сириядағы күрдтерге қаржылай және қарумен көмек бергендіктен, енді Сириядағы күрдтер Түркиядағы күрд мәселесіне кіреге бастады. Ал қарулы күрд мейлі түріктің сыртында болсын,
meyli Türktің ішкі жағында болсын, ол Түркия мемлекетінің бір тұтастығына, тыныштығына қауіп.